Бұл жорықты Еуропаның ең ірі 4 ақсүйегі бастап келді. Біріншісі Таренттік Боемунд, оңтүстік Италиядан келген норманд, нағыз стратег әрі айлакер. Оның Византиямен ескі есебі болған. Ол бір кездері Византияны жаулап алғысы келген еді. Ол үшін бұл жорық жаңа патшалық құрудың жолы еді. Екіншісі Бульондық Готфрид, төменгі Лотарингия герцогы, тақуа, сабырлы және батыл. Жорыққа бару үшін бүкіл мүлкін сатып жіберген. Үшіншісі Тулузиялық Раймонд IV, ең бай әрі ең кәрі қолбасшы. Ол бүкіл жорықтың көшбасшысы болғысы келді. Төртіншісі Куртгёз Роберт, Англия королі, Вильгельм жаулап алушының ұлы. Бұл 4 армия Константинопольге келгенде император Алексей оларды қалаға кіргізуден қорқты. Ол әрбір князды жеке шақырып, жаулап алған жерлерді Византияға қайтарамыз деген ант алып алды.